Көріп тұрғандарыңыздай, бірінші хәза аудармасы бұл. Яғни оның көпше түрі хәуләи, яғни бұлар деген мағынаны береді. Араб тілінде ертегі және әйел тегі деген бар. Яғни хәза ертегіндегі сөздерге айтады. Хәза китабун, хәза қаламун, иә, олардың бәрі ертегіндегі сөздер. Ал енді хәуләи деген олар, бұлар деген, бұл болса, хәуләи бұлар деген мағынаны береді. Мәсжид, мешіт, мәсәжид, мешіттер. Көріп тұрған ун деген белгі ол ағылшын тілінде ән деген белгісіз артикль бар ғой, дәл сонымен сәйкес келеді. Мәсжидун бір мешіт, әйтеуір бір мешіт. Мәсәжиду мешіттер деген мағына. Яғни тағы бір осы көпше түрге қатысты мәселе, ағылшын тілінде бір с деген жалғауыменен көпше түр жасалған. Мысалы бук, букс, иә, мысалы пен, пенс деген сияқты. Бұл жерде сондай бір қатып қалған бір не жоқ, бір жалғау жоқ, нақты бір жалғау жоқ. Сол жалғауды жалғадың да көпше түр болды деген. Бұл жерде араб әріптері сол күйінде қалады, бірақ құрылымы өзгереді, структурасы өзгереді. Яғни осы м, с, ж, д әріптері кішкене басқаша жазылды. Мәсәжид болып құрылысы өзгереді. Сондықтан да жекешені жаттаған кезде міндетті түрде көпше түрімен бірге жаттау керек. Мәсжид, мәсәжид, бәбун, абуабун, китабун, кутубун, қаламун, ақаламун, мифтахун, мафатихун. Мына жерде мәд әріптері міндетті түрде екі кес созыңыздар. Мафатихун, мактабун, макатиб, сарирун, сурурун немесе асирра деп айтуға болады көпше түрді. Курсиюн, карасиюн. Ма хаза, ма хазихи. Тағы да осы. Енді ма хаза деген бұл не деген мағынаны береді. Мысалы, бұл не? Ма хаза китабун. Бұл бір кітап, иә? Ал бұлар кітаптар десек, хазихиді қолданамыз. Хазихи кутубун деп айтамыз. Яғни хазихи көпше түрге бұлар деген жансыз заттарға қолданылады. Жансыз және жануарларға қолданылады бұлар деген. Ал мынау хәуләи бұлар деген адамдарға қолданылады. Әйел тегіндегі адамдар және ер тегіндегі адамдарға қолданылады. Мысалы үшін хәуләи туллабун бұлар студенттер деп айтсақ, тағы да айта аламыз. Хәуләи толибат бұл студент қыздар деп. Келесі ма хазихи көпше түрде кетті. Комисун көйлек, я, рубашка, құмсон. Аудармаларын айтпаппын мен жаңа. Хәза бұл, хәуләи бұлар. Мәсжидун мешіт, мәсәжид мешіттер, бәбун есік, абуабун есіктер, китабун кітап, кутубун кітаптар, қаламун қалам, ақламун қаламдар, мифтахун кілт, мафатихун кілттер, мактабун парта, макатиб парталар, сарирун төсек, сурурун төсектер, курсиюн орындық, карасиюн орындықтар. Ма хаза, ма хазихи. Комисун көйлек, құмсон көйлектер, наджмун жұлдыз, нуджумун жұлдыздар, байтун үй, буютун үйлер. Мән хаза бұл кім? Мән хәуләи бұлар кімдер? Валадун бала, ауладун балалар, раджулун ер адам, ер кісі, риджалун ер адамдар, тәжирун сатушы, туджарун сатушылар, кәлбун ит, килабун иттер, қиттун мысық, қитотун мысықтар, химарун есек, хамирун есектер немесе хумурун деп айтуға болады. Хумурун тез есте қалатын сияқты. Хисонун ат, хсино аттар, джамалун түйе, джималун түйелер, дикун атеш, дика атештер, мударрисун ер адам мұғалім, мударрисун мұғалімдер. Ал әйел тегінде мударриса деп айтамыз. Әйел тегіндегі мұғалімдер мударрисат. Миндил, насалай болады, салфетка немесе орамал, қол орамал қазақ тілінде. Манадил қол орамалдар.